сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге топқа біріктіру әдістерімен бөлісетін боламын. Ендеше мұқият назар аударамыз. Бірінші бізде бал арасы деп аталады. Бұл жерде оқушыларды қызықтыру мақсатында осылай қағазға қиып алып, үлгісін, сосын сол үлгіні шығарып, қиып алып, осылайынан бірінші топ, екінші топ, үшінші топ деп топты жазып, топтың атын жазып, балаларды қызықтыру үшін осылайынан жасауға болады. Бұл бізде ара ұясы деп аталады. Келесі бізде кольцевой, яғни Word программасы арқылы осылайынан кольцевой жасап, оқушыларды тізіп бөлуге болады. Келесі бізде осындай оқушыларды білмес үшін қазақи нақышта домалақ қылып ою ретінде алып, артына оқушылардың ат жөнін жазып бөлуге болады. Келесі бізде түрлі түсті эмблема арқылы бөлуге болады. Келесі топқа бөлудің әдісі бізде чипси деп аталады. Бұл жерде енді чипсидің домалақтарын алып, оқушылардың топтың атын жазасыздар. Келесі бізде флешка әдісі, яғни флешкаге бұның үлгісін шығарып алып, оқушыларға апарып берсеңіздер болады. Міне осылайынан үлгісі болады. Бірінші топтасыз, екінші топтасыз, сәттілік деген сияқты осыны топқа бөлуге болады. Келесі бізде киндер, артына бірінші топтас, екінші, үшінші топтас деп жазып, тарқатып топқа бөлуге болады. Келесі түрлі түсті түстер арқылы, яғни осындай түрлі түсті түстердің артына бірінші топ, екінші топ, үшінші, төртінші топ, мысалы неше топқа бөлесіз, сол бойынша оқушыларды бөлуге болады. Келесі бізде кубик әдісі, кубиктің жан-жағына мысалға 1, 2, 3, 4 деген цифр арқылы ортаға тастатып бөлсеңіз болады. Келесі бізде осындай сәбіздің ортасына бірінші топтас, екінші топтас, үшінші топтас деп жазып қойып, оқушыларды топқа біріктіруге болады. Келесі бізде түрлі түсті гауһартас арқылы, яғни осындай түрлі түсті гауһартастың түсіне байланысты оқушыларды топқа бөлуге болады. Келесі бізде осындай гүлдер арқылы көк гүл, сары гүл, қызыл гүл, яғни гүлдің түсіне қарай оқушыларды топқа біріктірсеңіз болады. Осындай қызыл гүл, көк гүл, сары гүл, әртүрлі гүлдерді біріктіріп топтастырсаңыз болады. Келесі бізде банан, бананның артына топтың атын жазып, осы бананды таңдату арқылы топқа біріктірсеңіз болады. Келесі бізде түймелер арқылы, яғни түрлі түсті түймелердің артына бірінші, екінші топ деп бөлсеңіз болады. Келесі бізде Каспий Голд карточкасы арқылы осындайын артына сіз бірінші топтасыз, сіз екінші топтасыз, үшінші топтасыз деп біріктіруге болады. Келесі бізде осындай эмблема арқылы бөлсеңіз болады. Келесі алманың түстері арқылы бөлсеңіз болады. Қызыл, жасыл және сары алма қылып 3 топқа біріктірсеңіз болады. Келесі бізде қазақи нақышта ою өрнектері тұрады бетінде, артында домбыра, осындай құстың және қар үй, яғни киіз үймен бөлсеңіз болады. Келесі бізде парашюттер арқылы артында бірінші, екінші, үшінші, төртінші топ, неше топқа бөлгіңіз келеді, солай бөлсеңіз болады. Назар аударып қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесіде бағалаудың түрлерін не байланысты видео салатын болам, сондықтан мұқият қадағалап видеомды қарап отырыңыздар. Қандай видео керек, қандай ақпараттар керек, комментарийға жаза отырыңыздар. Баршаңызға көптен көп рахмет. Құрметті оқырманым, соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта қандай әдістер керек, я болмаса алдағы уақытта түрлі әдістер көргілеріңіз келсе, мені жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Менің арнама тіркелсеңіздер, неше түрлі әдіс-тәсілдер, көрнекіліктер, алдағы уақытта сіздердің керектеріңізге жарайтын түрлі материалдар жариялайтын боламын. Сондықтан арнамнан алыс кетпеңіздер. Рахмет.